Достар, бүгін құлпынайлы тосап дайындаймыз. Ең алдымен құлпынайды осылай жасыл басынан ажыратып аламыз. Менде көп мөлшерін тосап жасадым, және азырақ мөлшерде мен бөлек тарелкаға, мұздатқышқа жаңағы құлпынайдың жарты бөлігін тоңазытқышқа сақтап қойдым, яғни қыста жеуге. Енді дәл өстіп тазалап болғаннан кейін мойкаға жақсылап құйып жуып аламыз, қыздар. Жуғанда да ешқандай шаң тозаң қалмайтындай мұқият жуамыз. Сосын қыздар, менің арнамда басқа да керемет жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәл осылай жуылған құлпынайларды жақсылап ыдысқа саламыз. Езіліп кетеді деп қорықпаймыз, қыздар, ештеме етпейді. Осылай жып-жылдыр әдемі шыққан құлпынайдың үстіне егер құлпынайларыңыз қышқыл болса, бірде-бір шекер қосасыздар. Менде тәтті құлпынай 5 килоға 3 кило шекер қостым. Дәл осылай араластырмай 1 сағатқа қоясыздар. Сосын газге қойып қайнатасыздар. Қайнағанға дейін араластырмаймыз. Қайнағаннан кейін бір араластырасыздар да тағы 20 минутке қойып, астын өшіріп, бір араластырып, дәл өстіп стерилденген банкіге құя бересіздер. Құлпынай жарты бөлігіне тосабын құйып, суын құйсаңыздар, керемет дәмді, қыста нағыз витамин болатын сіздердің тосаптарыңыз дайын болады. Көріп тұрсыздар, бүтін-бүтін шықты менің құлпынайларым. Дәл мен айтқандай жасасаңыздар, осындай керемет тосаптар дайын болады. Және де қыздар, менің арнамда тағы да жақында малинаны бүтін-бүтіндей жабатын тосаптың рецепті шығады.